Ешқандай миксерді, ешқандай таразыны қажет етпейтін, қасықта бөлшеп сала салатын осындай өте дәмді, оңай жасалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың аты 12 қасық деп аталады. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 12 ас қасық шекерімізді салып аламыз. Сөйтіп венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте үстіне 12 ас қасық сүт және 12 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Барлығын бірге араластырып алған соң, енді 12 ас қасық ұнымызды салып аламыз. Ұнды қасықты қатты толтырмай салу керек. Үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да араластырып аламыз барлығын. Бізде осындай орташа қоюлықтағы масса пайда болады. Мен пирогтың арасында гіртілдеп, әдемі болып білініп тұру үшін мак және жарты алма мен жаңғақтар қосып жібердім. Ал негізі ештеңе қоспасаңыздар да пирог өте дәмді болып шығады. Достар, егер сіздерге менің видеом пайдалы болып жатса, менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар. Мен осында гүл тәріздес форманы пайдаландым. Негізінде кез келген формаға пісіруге болады. Және 150 градус аралығында 40-45 минут шамасында пісіп шығады. Осымен біздің өте тез дайындалатын пирогымыз дайын болды. Мен бетіне вареный сгущенка жағып шықтым және орехтарды септім. Тура осы рецепт бойынша жасап, жақындарыңызды қуантып көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.